Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ақкемер жалпы білім беретін орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Бержанова Нұршат Хамитжановна. Пән атауы математика 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы қос теңсіздік. Сабақтың оқу мақсаттары: қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер. Оқу мақсаты: сен қос теңсіздікпен танысасың, қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренесің. Қос теңсіздік шешімдер жиыны сан сәулесі. Екінші тапсырма: теңсіздіктердің шешімдер жиынын жаз және оны сан сәулесінде белгіле. К кем 3-тен. Сан сәулесінде 0-ден 8-ге дейінгі сандар берілген. 3 дегенім міне тұр. Демек, К 3-тен кем болған жағдайда 3 сан сәулесіндегі 3-ге дейінгі сандар К-ның мәні бола алады. Демек, К-ның мәні тең 0-ге, 1-ге және де 2-ге. Өте жақсы. Келесі, Т белгісізі 3-тен артық. 3 дегенім сан сәулесінде міне тұр, ал 3-тен артық дегенім сан сәулесіндегі 3-тен кейінгі тұрған сандар Т-ның мәні бола алады. Т-ның мәні демек 4-ге тең, Т-ның мәні 5-ге тең, 6-ға тең, және де Т-ның мәні 7-ге тең, және де Т-ның мәні 8-ге тең. Сонда Т-ның мәні 4-тен 8-ге дейінгі сандар жиыны бола алады. Ал К-ның мәні 0-ден 2-ге дейінгі сандар бола алады. Үшінші тапсырма. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограммдық кіртастан ауыр, ал дәл осындай 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын X килограмм деп белгілеп, теңсіздіктерді жаз. Оны қалай жазамыз? X артық 3 килограммнан, X кем 6 килограммнан болды. Шардың салмағы 3 килограмм мен 6 килограмм аралығында болады. X артық 3-тен және X кем 6-дан. 2 теңсіздіктің орнына бір қос теңсіздікті, яғни X белгісізі артық 3-тен, X белгісізі кем 6 түрінде жазуға болады. Оны былай оқиды: X белгісізі 3-тен артық және 6-дан кем. Қос теңсіздік бір жолға жазылған 2 теңсіздіктен тұрады. Сен бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінен көре аласың. X белгісізі артық 3-тен және X белгісізі кем 6-дан. Оның шешімнің барлық шешімдердің жиыны түрінде жазуға болады. 4 пен 5 сандары екен. Есіңде сақта. X белгісізі артық 5-тен, X белгісізі кем 15-тен. Барлық шешімдердің жиыны түрінде жазуға болады. 5 пен 15 аралығындағы сандар, яғни 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сандары шешімдер жиыны бола алады. Теңсіздіктерді оқы. Қос теңсіздікті жай 2 теңсіздікке ауыстыр. Оқылуы: А саны 7-ден артық, бірақ 12-ден кем. Ал енді осы қос теңсіздікті жай 2 теңсіздік түріне ауыстырып көр. Өз жауабыңды тексер. А белгісізі 7-ден артық, А белгісізі 12-ден кем. Оқылуы: Б саны 15-тен артық, бірақ 96-дан кем. Жай 2 теңсіздікке ауыстыр. Өз жауабыңды тексеріп көр. Б саны 15-тен артық, Б саны 96-дан кем.
Жарайсың. Оқылуы. С саны 18-ден артық, бірақ 65-тен кем. Жай екі теңсіздік түрінде С саны 18-ден артық, С саны 75-тен кем. Ал қалған тапсырмаларды өзің орында. 6-шы тапсырма. Сан сәулесінде белгіленген сандар жиыны мен шешімдер жиыны сәйкес келетін қос теңсіздікті жаз. Сан сәулесінде белгіленген аймақ 2, 3, 4, 5. Демек, X саны 1-ден артық, 6-дан кем. Жауап тексеріп көрейік. Дұрыс, өте жақсы, жарайсыздар. Ал енді оқушылар, үй тапсырмасы 11-ші тапсырма беріледі. Қос теңсіздік түрінде жаз, шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле, шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.